Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Кезекті бір кездесуіміз міне Жуалы жерінде таза ауада болып отыр. Күн шыққанмен ызғары бар, сонда да таза ауа, төңіректің бәрі көк майса. Тағы бір би шешендеріміздің кезекті бір тақырыбы Шоқай би деген кісі екен. Шоқай Балханұлы 1755 жыл 1827 жылдары шамасында Батыс Қазақстанның бұрынғы Бөкей ордасы уәлаятында туып өскен. 10 шақты жылдай Жәңгір ханның 1801-1845 жылдары сарай кеңесшісі болған екен. Атақты Кенесары ханмен де қызметтес болып билік айтып жүрген. Шоқай би өзімен тұстас, замандас, қазы, ізбасты, қайырлы билер және арқа елінің көптеген атақты би шешендермен дәм тұздас болып, талай-талай жер дауына, ел дауына, мал дауына, жесір дауына қатысып, өзінің әділ төрелігі мен шешендігімен атағы шыққан айтулы би болған екен деген деректер келтіреді. Онда сіздермен бөлісе отырайын, қандай би, қай жердікі, қай заманда өмір сүрген жайлы. Бір кезекті әңгімесі былай басталады. Бірде Кенесарының төлеңгіттері Керей елінің көп малын айдап кетеді. Соған өз елінен ешкім бара алмайды да, керейлер Шоқай биге қолқа салады. Шоқай ел азаматтарының сөзін аяға істетпей, Керейдің малын даулап Кенесарыға барады. Ой, Кенесары, сен хан болғанмен атаң Абылайға тартпаған екенсің. Тартсаң мені үш қырдың астынан қарсы алуың керек еді дейді. Сонда Кенесары, айтқандарының бәрі жөн, ардақты Шоқа дейді. Әлі де кішілік танытып, атаға лайық ісім болмаса, атама тарттым деп алдыңыздан бос мақтана алмаймын. Дегенмен өз басым әлгі айтқан ата дәстүріне сай істедім деп ойлаймын. Қазақтың бір баласы атымен келіп түссе, алмаған ордама, өзім алдыңыздан бір шығып, атыңыздың басын ұстап, қолтығыңыздан демеп түсірдім. Бұл бір қырдан қарсы алғаным емес пе? Жас келінде иіліп, есік ашып кіргіздім. Бұл екі қырдан қарсы алғаным емес пе? Қол баладай жүгіріп, құрағы ұшып барып, көрпе салып, жастық тастадым. Бұл үш қырдан қарсы алғаным емес пе дейді. Шоқай деген атыңызды, ақсақалыңызды құрметтемесем, бұл Кенесары қай қазаққа осындай қызмет жасапты, дейді үстемеледі. Сол атақ пен сақалды алға тартып, бір шаруамен алдыңа келдім. Осыған не дейсің? Енді соны айтшы, дейді Шоқай. Келгеніңіз жан жайында болса, қасыңыздан табылар, мал жайында болса, алдыңызға салынар. Оған алаңдамай құрметті қонағым болыңыз, дейді Кенесары. Шоқай осыдан Кенесарының қасында болып, керейлердің малын түгелдей алып, еліне қайтады. Ханға барарда керейлер Шоқайға өздерінің тәп-тәуір киімдерін кигізіп жіберген екен. Малын аман әкелген соң, керейдің бір мырзасы жақсы тымағын қимай, өзі сұрауға батылы бармай, араға Шоқайдың Жантөре деген баласын салады. Шоқан киіп барып келді ғой, енді тымағымды өзіме қайтарсын дейді. Баласы әкесіне келіп айтады. Бұған ашуланған Шоқай: «Уа, о не дегені? Керей уақ, адамы қуақ. Керей кеншім емес педі, бөлінбеген еншім емес педі. Сені Шоқайдың Жантөре дейтін баласы бар дейді ау. Артында қалар тұлғасы, сен еркек емес, ұрғашы. Бұл Шоқай баяғыдан бері алғанын бере берсе, қалар еді ғой әйелімен екеуінің құрбасы» деп баласын ұрып, үйден қуып шығыпты дейді. Міне үлгі алатындай, өнеге болатындай сөздер айтылған екен. Есте жүрсін, ойлана жүрек, қабыл алыңыздар.